Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан ассалаумағалейкум деп шығып тұрмын. Міне осы жөнінде дұрыстап амандас, қыз бала бұлай амандаспайды, әйел адам олай амандаспайды деген кісілерге айта кеткім келеді. Бұл жөнінде жазып әуре болмаңыздар. Жаңағы мен өскен өлкеде Қызылорда облысында осылай амандасады. Ал мынау сәлеметсіздер ме, сәлем дегендердің бәрі ол кейіннен жаңағы орыс қолданып сыпайы естірткісі келгендер. Ал кімнің құлағына түрпі естілетін болса, онда осы жерді өткізіп жіберіңіздер де ар жағын тыңдай беріңіздер. Бұны бір деп қойыңыздар. Екінші мәселе жаңағы шұғыл дей бересің, сақ бол дей бересің деген кісілерге. Қазіргі өздеріңіз көріп отырғандай, біздің елдің ахуалы өзі соған әкеп тұр, сақ болмасқа болмай тұр. Міне шұғыл демей-ақ кешегі бір өткен тікелей эфирде мен жаңағы жай әңгіме қып өздеріңізбен бөлісіп айтқанмын. Бүгінгі талқылағым кеп тұрған тақырыпты. Міне оны да көбісі естімейді қапты, әлі көрмегендер бар екен, естімегендер бар екен. Сол үшін тағы да сақ бол, шұғыл деп шығып тұрмын. Бұлай дейтін себебім, міне жақында естейсіздер де, осы енді шығып жатыр, естіліп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін күзге таман қабылданатын тағы біраз Тоқаевтың бізге естіртпеген, көрсетпеген қаулылары бар. Бұл жаңағы енді кезінде мынау қанды қаңтарда, қанды қаңтар қырғынында Тоқаев өз аузымен жаңағы ескертусіз оқ атуға бұйрық берген болса, міне осы құзыретті бұл қазір мынау әкімдерге бермекші. Әр әкім егер шешсе, мынау қазір соның басына қауіп төніп тұр, елге қауіп төндіріп жатыр. Кім болады ол? 20 мың террорист бола ма, халық бола ма, халық белсендісі бола ма? Егер ол сол қауіп деп түсінсе, ол әскериді көтеріп, әскерилерді көтеріп, оқ атуға бұйрық бере алады. Сонымен қатар мынау полицейлерге де осындай құзырет беріліп жатыр. Енді бұлардың жаңағы халықты ала көзмен қараса да тұтқындап апарып соттауға құқылы етейін деп отыр Тоқаев. Бұл өзі ғана қанға батпай, енді қалғандарының бәрін, мынау полицейлерді, әскерилерді бәрін өзімен қоса қанға қолдарын мелшесінен батырайын деп отыр. Белшесінен ба, мелшесінен ба батырайын деп отыр. Сөздің төркінін түсіндіңіздер. Міне осының бәрі біздің жаңағы халықтың үнсіздігі, шыдамдылығы, міне соның арқасында кесірінен міне осындай қадамдарға Тоқаев барып отыр. Бұл да бір жаңағы енді өзінің жасап отырған үлкен қателіктерінің бірі. Біз қалай айтсам екен, қуанбаймыз әрине бұған, бірақ енді жаңағы қателескен үшін шапалақ ұруға болады. Өйткені бүкіл әлемге енді одан сайын өздерінің бетін ашып жатыр, қандай демократиялық ел жасап отырғанын, қандай Қазақстанға әкеп жатырғанын. Міне бұл егер жаңағы халықты еститін үкімет болатын болса, бұл ОДБК-дан шығу керек еді, Евразия одағынан шығу керек еді. Жоқ, бұл керісінше қайта жаңағы өзіне пайдалы заңдардың бәрін қатаңдатып жатыр. Енді әкімдердің қолымен, полицейлердің қолымен, ОДБК-ны мүмкін Путин бермеймін деген шығар. Соның кесірінен енді жаңағы бұл әкімдердің қолымен, енді мынау полицейлердің, әскерилердің қолымен халықпен күресін жалғастырайын деп отыр. Осы естеріңізде болсын. Осыған сақ болыңыздар. Сақ болғанда не істейміз дейтін кісілер тағы бар. О сұрақты мен де өзіме қоямын. Не істейді енді бұл халық, тығырыққа тығылды. Міне сол үшін бірігу керек. Бірігу керек, бұның бәрін ұшықтырмас үшін бірігіп, бәріміз бір болып, сол билікті, сол жүйені түп тамырымен жұлып алып тастап, бірігіп ОДБК-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді естіртіп, әлемге естіртіп айту керекпіз.
Бұны әлем есту керек, бүкіл халық есту керек. Бұл Тоқаевтың істеп отырған әрекеттерінің бәрі халыққа қас дүние, халыққа жасап отырған геноцид. Геноцид туралы бұрын естейтінбіз, жаңағы бір елге геноцид жасапты деп. Ал енді қазір өздеріңіз куә болып отырсыздар, өз елінің президенті өз халқына геноцид жасап отыр. Бұл деген сөз, бұл Путиннің түбегейлі құлы. Сол Путиннің айтқанын істеп отыр, сол Путиннің жолымен жүріп отыр. Енді міне бір оқ шығармай-ақ, ертеңгі күні міне Қазақстанды бәрін жайлап алайын деп отыр. Мынау жаңағы қаулыларды да сол үшін шығарайын деп отыр. Міне сондай қаулылардың бәрін шығарып қойса, халық үркіп, қорқып, бастарын көтермейді, а бұлар өздерінің дегенін істеп жүре береді. Міне әкімдер ертеңгі күні оқ атуға құқылы, оқ атуға бұйрық беруге құқылы, полицейлер көзіңді алартып соларды жаққа қарай қарағаның үшін, балағаттағаның былай тұрсын, сол үшін сен апарып, қамап, соттатуға құқылы. Көрдіңіздер ме? Бұл бұрын Назарбаевна президенттер ғана иммунитеттері бар еді. Қазір енді бүкіл билікке, бүкіл полицейлерге сол иммунитетті қолдан жасап беріп отыр. Сол үшін халқым, сақ болыңыздар, бірге болыңыздар, бірігіңіздер, бірігіп X күнін жақындатып, билікті қолға алайық. Алға қазақ елі.